Облыс жаңалықтарына ойысамыз. Бүгін қазыналы қарттар күні айтулы мерекеге орай Түркістан қаласында асыл қазынамыз саналатын аға буынға құрмет көрсетілді. Қариясын қастерлеген ел ардақты. Облыс билігі өңірдің өркендеуі дамуына үлес қосқан тыл еңбеккерлері мен қариялардың шаңырағына барып сый-сияпат жасады. Облыс әкімінің орынбасары Ербол Садыр Түркістан руханият пен мәдениеттің ордасы болғандықтан ел ағалары мен ақсақалдардың орны ерекше екеніне тоқталды. Өздеріне бөлінген көңіл мен құрметке риза болған қариялар бір марқайып қалды. Мереке күні ғана емес, біз өмір бақи күнделікті ол әрқайсымыз өзіміздің ата-анамызды, жалпы қарттарымызды құрметтеуге тиіспіз. Өйткені осы біздің қазіргі осындай жағдайда жүргеніміз, мысалы соққан осы қаламыздың, қала берді облысымыздың, оны ары жалпы Қазақстанның дамуына осы кісілердің кезінде қосқан үлестері зор деп айтсақ қателеспеген болар еді. Осындай әлем таныған ел болуға мысалы осы ағаларымыздың, ардагерлеріміздің қосқан үлесі шексіз деп айтамын. Қарттар қашанда біздің қазынамыз, оларды құрметтеу борышымыз. Елдің атқамінерлері қоғам үшін белсене қызмет етіп, бүгінде шауыр тартқан жандарды тек қарттар күні мерекесінде ғана іздемейді. Оларға деген құрмет қашанда басты назарда. Қариялардың мұндай қамқорлыққа айтары тек алғыс қана. Өзім қайда болсам, көңілім сонда деп айтпақшы, көңіліміз сіздермен қарт болсақ та бірге аман есен әйтеуір елдің қамын ойлап қызмет жасап жатсыңдар, оны күніге көріп отырмыз. Қамқорлық акциясы аясында қоғамдық көліктерде тегін жүріп, коммуналдық төлемдерге жеңілдіктер қарастырылған. Биылдың өзінде акция аясында жалпы облыс бойынша 15.600-ге жуық ардагерге көмек көрсетілген. Қазыналы қарияларға жасалар қамқорлық әлі де жалғасын таба бермек. Түркістаннан Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Тұран Ньюс.